үлкен жаңағы карбонға айналып кетуі мүмкін. Ол кезде бір бүйректі алып тастауы да мүмкін. Тісті ешқандай кариес болмау керек. Ангинаны алдырып тастауға дейін жаңағы сұрақ қоямыз біз. Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Бүгінгі тақырыбымыз пиелонефрит және гломерулонефрит жайлы болады. Назым Әділбекова, пиелонефрит дегеніміз не және гломерулонефрит дегеніміз не, сол жайлы айта кетсеңіз. Пиелонефрит деген бүйректің түстекшелері мен тостақаншалардың қабынуын пиелонефрит деп атаймыз. Гломерулонефрит деген бүйректің аутоиммунды воспалительный процесс дейді, аутоиммунды қабынуы ауруын гломерулонефрит деп атаймыз. Ол пиелонефритпен қай жаста адамдар жиірек ауырады және гломерулонефритпен қай жаста жиірек шалдығады? Екеуімен де, осы екі ауруымен де жалпы жастар ауруы мүмкін. Гломерулонефритпен көбінесе кішкентай нәрестеден 35-ке дейінгі адамдар ауруы мүмкін, әйел адам, ер адам. А пиелонефритпен жалпы енді егде жастағы адамдарға дейін ауыра беруі мүмкін. Жақсы, рахмет. Бұл пиелонефрит пен гломерулонефриттің пайда болу себептері қандай? Қайсысы қандай себептен пайда болады? Енді екеуі екі түрлі себептен пайда болады. Пиелонефрит көбінесе вирусты бактериальды инфекциялардан пайда болуы мүмкін, қабыну процесінің пайда болуы мүмкін. Ал гломерулонефрит ол енді гломерулонефриттің себебінде әртүрлі аурулар жатуы мүмкін. Оның бірінші басты себебі стрептококковый бета-гемолитикалық стрептококктың болуы организмде. Екінші себебі гипертонияның болуы жастарда. Үшінші себебі зәрдің қанмен араласып жүруі. Төртінші себебі науқастардың ісініп кетуі. Гломерулонефриттің әртүрлі түрлері болады. Нефритический түрі, нефротикалық түрі, гипертониялық түрі, гематурический түрі және бәрінің қосылған түрі болуы мүмкін, аралас түрі. Сол себептен гломерулонефритті сұрай келгенде науқастар айтады, бір ай алдын, 2 апта алдын, 3 апта алдын ангинамен ауырғанмын, стоматит болған, болмаса менде тісімде кариес болған еді, гриппен ауырдым, вирусный бактериальный инфекциямен ауырдым. Соның толығымен уақытында емделмеуінің салдарынан гломерулонефрит ауруы пайда болуы мүмкін. Жақсы, рахмет. Енді бұл ауруға шалдығып қалғаннан кейін қандай белгілері болады? Яғни ауру сезімінде қандай айырмашылықтар болады? Жалпы енді былай айтқанда пиелонефрит пен гломерулонефрит ауруын салыстыруға келмейді. Ол екеуі екі түрлі ауру. Ол екеуі екі түрлі емделеді. Мысалы, науқас бүгін пиелонефритпен ауырып, ертең ол жедел пиелонефритпен ауруы мүмкін. Ол ертең созылмалыға айналып кетпеуі мүмкін. Ол пиелонефрит деген қайтымды процесс. Ал гломерулонефрит болатын болса, егер ол 3 айдың ішінде толығымен емделіп кететін болса, онда ол жедел гломерулонефрит деп. Егер 3 айдан асатын болса, онда ол созылмалы түрге айналып кетуі мүмкін. Және ол бір түрінен басқа формасына ауысуы отыруы мүмкін. Мысалы, жаңағы қанмен аралас түрі пайда болып, ертеңін оған давление қосылып кетуі мүмкін, қан қысымы жоғарылап, ертең оған нефротикалық түрі қосылып кетуі мүмкін. Жаңағы кіші дәретте көп мөлшерде белок пайда болуы, енді ақуыз дейміз қазақшасы, соның пайда болуы мүмкін. Және де пиелонефрит болатын болса, бүйрек тұсында ауру сезім болуы мүмкін. Жаңағы қан биохимиялық анализінде мысалы жаңағы с-реактивный белок дейміз ғой, қабыну процесі көтерілуі мүмкін. Жалпы қан анализінде ЭТЖ-ның жоғарылауы, лейкоциттің жоғарылауы, қабыну процесс нейтрофильдердің жоғарылауы болуы мүмкін. Одан кейін биохимиялық анализде с-реактивтің белоктың жоғарылауы болуы мүмкін. Басқа да косвенный признак болмауы мүмкін пиелонефритте. Үшінші өзгеріс зәр анализінде қабыну процесі лейкоциттің жоғарылауы болуы мүмкін. Ауру сезім болуы мүмкін, температура болуы мүмкін. Егер сол кезде нақты ем қабылдайтын болса, ол қайтымды процесс, ол аурудың 100% айығып кетуге болады. Және менің ойымша пиелонефрит көбінесе бір бүйректе қабынады, ал гломерулонефрит екі бүйрек қабынады, дұрыс па?
гломерулонефрит деген жалпы бұл енді көбінесе жастарда кездесетін ауру. Гломерулонефрит болатын болса, әрине қанда да, зәр анализінде, биохимиялық анализде өзгеріс болады. Қан анализінде егер де бүйрек жетіспеушілік қосылатын болса, гемоглобин төмендеуі мүмкін. Егер жаңағыдай болмаса, жедел гломерулонефрит болатын болса, жаңағы сгущение крови дейміз, қан қоюланып кетуі мүмкін, гемоглобин жоғарылауы мүмкін. Одан кейін сояда жоғарылауы мүмкін. Екінші биохимиялық анализде общий белок дейміз ғой, жалпы ақуыз азаюы мүмкін. Оның ішінде фракциялары бар, альбумин, глобулин, оларды азаюы мүмкін. Одан кейін үшінші белгі бізде холестерин жоғарылауы мүмкін. Холестерин өзі бөлінеді, жоғары тығыздық холестерин, төмен тығыздық холестерин, оларда жоғарылауы мүмкін. Триглицерид тоже жоғарылауы мүмкін. С-реактивный белок жоғарылауы мүмкін. Және де креатин мочевинаның деңгейі жоғарылауы мүмкін. Егер ол жедел гломерулонефрит болса, емнен кейін креатин мочевина орнына келуі мүмкін. Жалпы креатин мочевина дегеніміз не ол? Қанның құрамында болады. Кіші дәрет арқылы сыртқа шығып кетіп отыру керек. Ол егер бүйректе бір ақау болатын болса, жаңағы токсиндер организмде қалып кетеді. Сонда адам өзінің зәріне өзі уланып бастауы мүмкін. Сол себептен осы екі показательге қарау керек. Және де біз бұл мысалы науқастар келуі мүмкін. Ол егер острый, жедел немесе созылмалы гломерулонефрит па, соны байқау үшін біз одан да бөлек анализдер аламыз. Парадгормон, ферритин, фосфор деген бүйректің қалқанша маны безінің гормоны бар. Соларды біз қараймыз. Егер олар реагировать етіп өзінің нормасынан жоғары болатын болса, бұл адам уже көп уақыттан бері ауырып жүруі мүмкін деген тұжырымға келеміз. Жалпы одан кейінгі қарайтынымыз зәр анализін қараймыз. Зәр анализінде егер де белок пайда болатын болса, эритроцит пайда болатын, жалпы өзі белоктың шектеу допустимы нормасы өзінің 0,033 болуы мүмкін. Одан артық жоғары болатын болса, біз онда қараймыз. Неге ол белок зәрде ақуыз пайда болды, неге ол зәрде эритроцит қан пайда болды деген, неге ол зәрде осы элементтер пайда болды деп ойланамыз. Одан кейін УЗИ-ға жібереміз, ультрадыбыстық зерттеуге жіберіп, бүйректің размерлерін қараймыз, паренхиманың қалыңдығын қараймыз. Ол инстанчина дейді, паренхима, сол кішірейген ба, паренхимасы кішіреймеген ба, соның бәрін біз қараймыз. Бізге мына УЗИ-ға жібергендегі мақсаты, біз жаңағы бүйректің размерлерін қараймыз. Бізге нефролог дәрігер үшін ең ол маңызды. Нефролог біз келген кезде біз бір анализге қарап немесе бір ультрадыбыстық зерттеуге қарап диагноз қоймаймыз. Біз хронология дейміз ғой, қай жылдан бастап қандай сізде анализ бар, қай жылдан бастап сізде ультрадыбыстық зерттеу бар деп, соның бәрін алып, соның бәрін салыстыра отырып диагноз қоюға бізге ол көмектеседі. Жақсы, рахмет. Бұл пиелонефрит пен гломерулонефриттің қандай асқынулары болады? Ең қауіпті қандай асқынулары бар? Енді уақытында емделмесе? Уақытында емделмесе, енді пиелонефриттің жедел түрі болуы мүмкін. Сосын жаңағы іріңмен араласып жүретін гнойный пиелонефрит дейміз ғой. Ірің тұрып, ол жаңағы дұрыс уақытында емделмесе, үлкен жаңағы карбункулға айналып кетуі мүмкін. Ол кезде бір бүйректі алып тастауы да мүмкін. Егер көптеген карбункулдар болып, іріңді уақытылы емделмейтін болса, ары қарай нефректомия дейміз ғой енді. Ал гломерулонефриттердің енді асқынулары өте көп, уақытында емделмейтін болса, ол бүйрек жетіспеушілігіне алып келуі мүмкін. Ондай науқастар егер уақытында көрінбесе, искусственный аппарат почек дейміз ғой, гемодиализ аппаратына түсіп қалуы мүмкін. Одан кейін трансплантацияға барып қалуы мүмкін. Енді оның асқынулары өте көп. Жақсы, рахмет. Осы пиелонефрит пен гломерулонефриттің профилактикасы жайлы айта кетсеңіз, қалай алдын алуға болады? Енді бұл жердің профилактикасы сол ухо, горло, нос дейміз ғой, тамақ, мұрын, ауыз аймағын, тісті ешқандай кариес болмау керек. Тамақта мысалы егер ангина болса,
оны емдеу керек лор дәрігеріне барып. Атит болатын болса, гнойный жаңағы, одан кейін стоматит болатын болса, гайморит болатын болса, фронтит болатын болса, соның бәрін емдеу керек. Ол жаңағы созылмалы аурулар, осы жаңағы ауыз, мұрын жаңағы аймағында орналасқан жақ аурулар болатын болса, олар бірінші очередь инфекцияның ошағы болып табылады. Сол ауруларды біз санатсыз жасауымыз керек. Сол аурулармен біз күресуіміз керек. Ол аурулардың өзі қабынып тұрған кезде емдеуге болмайды. Қабынбай тұрған кезде вне обострения дейміз ғой, сол кезде местный ем қолданады. Қазіргі таңда лорларда танзилор деген аппарат бар, тамақтың бәрін жуып емдейді, лечениялар береді мысалы да. Егер жаңағы жиі жаңағы кіші дәретте, зәрде қан бола беретін болса, біз ол кезде айтамыз, сіз жаңағы тамағыңызды танзилоэктомия жасатыңыз, тамағыңызды ангина дейді ғой, енді ангинаны алдырып тастауға дейін сұрақ қоямыз біз. Егер ол жылына 6-7 рет қабыну бола беретін болса, ондай біз алдырып тастаңыз деп кеңес береміз. Жақсы, рахмет. Барлықтарыңызға түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де сіздер бүйректеріңізде қандай да бір ақау болып консультация алғыларыңыз келсе, басқа қалада болсаңыздар, ешқандай проблема емес. Бұл кісі онлайнда, офлайнда консультация қабылдайды. Консультацияға жазылу үшін осы номерге хабарлассаңыздар болады. Және де каналға тіркеліп қойыңыздар. Келесі тақырыбымызда бүйрек жетіспеушілігі жайлы талқылайтын боламыз. Лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар.